Сабақтың тақырыбы халық географиясы. Оқу мақсаттары дүние жүзі халқының нәсілдік құрамын, негізгі нәсілдер мен нәсіл аралық топтардың таралу аймақтарын анықтау, нәсілдік белгілердің қалыптасу факторларын анықтау, нәсілдер теңдігін дәлелдеу. Нәсіл дегеніміз не? Нәсілдер сыртқы ұқсастықтары бірдей адамдар тобы. Адамзаттың нәсілдік ерекшеліктері табиғи жағдайларға бейімделу нәтижесінде пайда болды. Адамның бейімделгіштігі 4 негізгі нәсілдің пайда болуына әкелді. Европоидтық, монголоидтық, негроидтық және аустралоидтық нәсілдер. Енді әрбір нәсілдің ерекшеліктеріне жеке тоқталып өтсек. Европоидтық нәсілдің келесідей белгілері бар. Терісі ақшыл түсті, бет пішіні сопақша, қыр мұрынды, жұқа немесе орташа ерінді, шаштары тік немесе толқынды ашық түсті, көзінің түсі қара, көк, қоңыр, жасыл түсті болып келеді. Европоидтық нәсіл Антарктидадан басқа барлық материктерде таралған. Әлем халқының шамамен 40% осы нәсілге жатады. Саны бойынша әлемде ең көп таралған нәсіл. Келесі монголоидтық нәсіл. Монголоидтық нәсілдің келесідей белгілері бар. Мығым денелі, аласа бойлы, шаштары қара, түзу және қатты, сақал мұрты баяу өседі, тері түсі сарғыш реңді, мұрын пішіні жалпақ, көздері қара және қысықтау болып келеді. Монголоидтық нәсіл орталық, шығыс және оңтүстік шығыс Азияда, оңтүстік және солтүстік Америкада таралған. Әлем халқының шамамен 35% осы нәсілге жатады. Саны бойынша әлемде екінші таралған нәсіл. Келесі негроидтық нәсіл. Негроидтық нәсілдің келесідей белгілері бар. Терілері қара түсті, шаштары бұйра және қара түсті, көздері де қара түсті, сақал мұрты баяу өседі, көздері үлкен, мұрындары жалпақ және еріндері қалың болып келеді. Негроидтық нәсіл Африкада, Латын Америкасында және ақш-та кең таралған. Әлем халқының шамамен 20% осы нәсілге жатады. Саны бойынша әлемде үшінші таралған нәсіл. Келесі аустралоидтық нәсіл. Аустралоидтық нәсілдің белгілеріне жатады. Тері түстері қара торы болуы, көздерінің қара түсті болуы, шаштары қара түсті және толқынды, бас сүйегі орта немесе кішкентай пішінде болуы, мұрындары жалпақ, еріндері қалың болып келеді. Аустралоидтық нәсіл Аустралияда, мұхиттық аралдарда, Индонезия және Үндік Қытайда кең таралған. Әлем халқының шамамен 0,5% осы нәсілге жатады. Саны бойынша әлемде 4-ші таралған нәсіл. Жер шары халқының осы 4 негізгі нәсілге жатуынан бөлек нәсіл аралық топтары да кездеседі. Нәсіл аралық топтар дегеніміз екі түрлі нәсілдің некелесуінен пайда болған топтар. Соның бірі метистер. Метистер дегеніміз әр түрлі нәсілдердің ұрпақтары. Тікелей айтқанда, бұл европоидтық және монголоидтық нәсілдердің некелесуінен туындаған ұрпақтар. Америкада метистер европоидтіктердің және америкалық үнділердің балалары болып табылады. Ал орталық Азияда монголоидтар және европоидтардың балалары. Келесі мулаттар. Мулаттар негроидтық және европоидтық нәсілдердің некелесуінен туындаған ұрпақтары. Мулаттар негізінен Латын Америка елінде тұрады. Сонымен қатар мулаттарды Африка елдерінде, оңтүстік Африкада және Намибияда кездестіруге болады. Самбо. Самбо дегеніміз үндістер мен негроидтердің аралас неке ұрпақтары. Бұл аралас нәсілдің өкілдері негізінен Латын және солтүстік Америкада тұрады. Самбо Эквадор, Венесуэла, Перу, Парагвай және Уругвай сияқты елдерде жиі кездеседі. Нәсілдік белгілердің қалыптасуына табиғи факторлар әсер етеді. Сол факторлардың бірі климат және географиялық ендік. Климат нәсілдік белгілердің қалыптасуына негізгі рөл атқаратын фактордың бірі. Әртүрлі нәсіл өкілдерінің мұрындарының ені әртүрлі болып келеді. Бұған жергілікті жердегі температура мен ылғалдылықтың көрсеткіші әсер етеді. Европоидтіктердің ұзын және тар мұрны оларға суық ауаны жылытуды қамтамасыз етеді. Негроидтық нәсіл үшін кең мұрын ыстық климат жағдайында жылу бөлуді жеңілдетеді. Ал географиялық ендік нәсілдерінің терілерінің түсіне әсер етеді.
Экваторға жақын жерде күн радиациясы жоғары. Сол себепті де бұл жердегі нәсілдердің терісі қара түсті болып келеді. Бұл жерде негроидтық нәсілдер таралған. Ал монголоидтық нәсіл таралған жерлерде күн радиациясы сәйкесінше төмен, яғни ол жерде тері түсі сарғыш реңге ие нәсілдер таралған болып келеді. Нәсілдердің теңдігі. Николай Николаевич Миклуко-Маклай бұл орыс этнографы, антропологы және саяхатшысы. Ол оңтүстік шығыс Азияның, Аустралияның және мұхиттық аралдарының байырғы халқын зерттеген. Өз зерттеулерінің негізінде нәсілдердің туыстық идеясын зерттеген ғалым. Жер бетіндегі барлық адамдардың миының құрылымы нәсіліне қарамастан бірдей деген тұжырымға келген. Ғалым папуастардың да басқа халықтар сияқты адамзаттың толыққанды және толық құқықты өкілдері екендігін дәлелдеген. Қорытындылай келе, дүние жүзінің нәсілдік құрамы 4 нәсілден тұрады: еуропоид, монголоид, негроид және аустралоидтық нәсілдер. Аралас некелер нәтижесінде нәсіл аралық топтар пайда болады. Нәсілдік белгілердің қалыптасу факторларына климаттық жағдайлар мен ата-аналардың гендері жатады. Дүние жүзіндегі барлық нәсілдер ақыл-ой және интеллектуалдық ерекшеліктермен ерекшеленбейді. Бүгінгі сабақта біз келесідей оқу мақсаттарын қарастырдық. Дүние жүзі халқының нәсілдік құрамын, негізгі нәсілдер мен нәсіл аралық топтардың таралу аймақтарын анықтау, нәсілдік белгілердің қалыптасу факторларын анықтау, нәсілдер теңдігін дәлелдеу.